23-ші есеп. Теңсіздікті шығарыңыз. Х минус 3 бөлінген 6 минус 2х минус 3 бөлінген 3 кіші немесе тең минус 1,5 бөлінген 0,5. Енді қарайық. Мұнда 1,5 пен 0,5-ті 0,5-ке қысқартуға болады. Бөлімінде 1, алымында 3 шығады. Ендеше теңсіздікті қайтадан жазып алайық. Х минус 3 бөлінген 6 минус 2х минус 3 бөлінген 3 кіші немесе тең минус 3-тен. Енді қарайық. Бөлімінен құтылу үшін, есепті шығаруға ыңғайлы болу үшін біз барлығының бөлімін 6-ға келтірейік, немесе 6-ға қысқартайық. Ол үшін біз әр қайсысын 6-ға келтіретіндей санға көбейтуіміз керек. Яғни бірінші бөлшекке толықтауыш көбейткішіміз 1 болады, екінші толықтауыш көбейткіш 2 болады, үшінші 6 болады, себебі минус 3-тің бөлімінде бізде 1 бар. Ендеше біздің бірінші бөлшегіміз ол х минус 3 болады. Екінші бөлшегіміз минус 2 көбейтілген 2х минус 3. Және үшінші ол 6 көбейтілген минус 3 минус 18. Енді жақшаны ашып дұрыстап жазып алайық. Х минус 3 минус 2-ні 2х-қа көбейтсек минус 4х болады. Минус 2-ні минус 3-ке көбейтсек плюс 6 болады. Кіші немесе тең минус 18. Енді белгілерін бір жаққа, белгісіздерін бір жаққа жинақтайық. Х минус 4х ол бізге минус 3х-ті береді. Кіші немесе тең 18. Минус 18-дің өзін жазып қояйық. Мұнда минус 3 плюс 6 ол плюс 3-ті береді. Ол теңдіктің оң жағына минус 3 болып бар. Демек, минус 3х кіші немесе тең минус 21-ден. Енді мына жерде маңызды нәрсе бар, соған назар аударуымыз керек, ол х-тің алдындағы коэффициент. Х-тің алдындағы коэффициент теріс таңбалы болса, онда біз х-ті табу үшін санды бөлеміз ғой, яғни минус 21-ді бөлеміз минус 3-ке. Осылай бөлген кезде коэффициентіміз теріс болса, онда біздің теңсіздік белгіміз қарама-қарсыға өзгереді. Демек, х үлкен немесе тең болып ауысады. Онда х үлкен немесе тең, минусты минусқа бөлсек ол бізге плюсты береді, 21-ді 3-ке бөлсек 7 болады. Сандық сәуледе бұны сызсақ, 7 бой алады, және 7-ден үлкен немесе тең, яғни мына жақ. Бұны аралықпен жасақ, 7-ден плюс шексіздікке дейін. Енді нұсқалардың ішіндегі жауаптарды қарайық. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы ол Д нұсқасы. Х 7-ден плюс шексіздікке дейін және 7-нің жақшасы тік.